Сәлеметсіздер ме ханымдар? Бүгін сіздермен алмалы галета рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: 120 грамм ұн, 50 грамм сары май, 2 ас қасық қант, 2 ас қасық қаймақ, кішкентай ғана тұз. Ыдысқа ең алдымен ұнды саламыз. Оның үстіне мұздатқыштан жаңа шыққан майды саламыз. Ұн мен майды қолмен жақсылап араластырамыз. Одан кейін қант пен тұзды салып, тағы да араластырамыз. Келесі қаймақты саламыз. Алдымен қасықпен, сосын қолмен қамыр илейміз. Қаймақта өте мұздай болғаны жөн. Дайын қамырды 30 минут мұздатқышқа салып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін үлкен бір алманы аламыз. Оны тура видеодағыдай осылайдан турап шығамыз. Жарты сағат өтті. Мұздатқыштан қамырымызды алып, пергамент қағаздың үстіне қойып, алдымен қолмен, одан кейін оқтаумен жаямыз. Дөп-дөңгелек болып жайылу керек. Қалыңдығы 5-6 мл болса жеткілікті. Дайын болған қамырдың үстіне алманы орналастырамыз, өз қалауыңызша. Алманы қамырдың тура ортасына жайғастырған жөн, себебі ашық қалған қамырды алманың үстіне қарай жабамыз. Сол кезде алмамыздың шыққан соғы ағып кетпейді. Ашық тұрған алманың бетіне сары майдың бөлшектерін қоямыз. Пеште біздің алмамыздың құрғап кетпеуіне көмектеседі. Ашық тұрған қамырға сары май жағып шығамыз. Ол біздің галетамыздың сарғайып, қызарып пісуіне көмектеседі. Алманың үстіне дәміне қарай қант себеміз. Қантты балмен алмастыруға болады. Галетаны 200 градуста ысып тұрған пеште жарты сағат пісіреміз. Достар, біздің галетамыз дайын. Галетаны өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен қант ұнтағымен әсемдедім. Шоколадпен де әсемдеуге болады. Галеттаны үстелге ыстықтай ұсынсаңыз болады. Дәмі өте керемет болып шығады.
Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған бақыт.